Сәлем достар, құрметті менің көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Бүгін сіздерге әртүрлі мерекелік дастарханға ұялмай ұсына беретін салатты бірге жасап көрсететін боламын. Бұл салатты әрі диета ұстаған жандарда болса, күнделікті үйге отбасыңызға жасап ұсынсаңыздар да болады. Бұл салатымыздың заттары қолжетімді әрі жасалу жолы да өте оңай. Ол үшін бізге 3 дана пияз керек. Пиязымыздың қабығын аршып, жақсылап жуып тазалап аламыз да үлкен тор көздерге тураймыз. Пиязымызды үлкен тор көздерге турап алғаннан кейін міндетті түрде туралған тор көздерін араларын аршып аламыз. Одан кейін 3-4 дана тәтті болгар бұрышын ұзын жолақтарға, яғни соломка етіп турап аламыз. Мен бұл жерде тәтті болгар бұрышын қызыл, жасыл түстерін алып пайдаландым. Болгар тәтті бұрышынан кейін сиырдың жарты келі шамасында кесек етін ұзын жолақтарға турап аламыз. Мен бұл жерде сиырдың кесек етін алдын ала жуып кептіріп ұзын жолақтарға турап дайындап алдым. Енді қызып тұрған майда үлкен тор көздерге туралып, әрі аралары ашылған пиязымызды жақсылап қызартып қуырып аламыз. Пешімнің екінші жағына 1 литр шамасындай суға 1 шай қасық тұзды қойып қайнатамын. Сол арада пиязымда өте әдемі болып қуырылып шықты. Илеуіштің көмегімен осылай майы көп кетпеу үшін сүзіп алдым. Одан кейін тәтті болгар бұрышымды қуырамын. Суым да сақырлап қайнай бастады. Оған 1 пакет жасыл бұршақ, яғни 1 пачка стручковый фасолімізді салып 2 минут шамасында қайнатып алуымыз керек. Тәтті болгар бұрышымызды қатты езілгенше қуырмаймыз, сәл-сәл қуырып алғаннан кейін майынан сүзіп ала береміз. Видеоға мұқият болсаңыздар, қуырылып жатқан заттарым бір табада, бір майда, бірінен соң бірін қуырылып жатыр. Ең алдымен пиязды қуыруға кеңес берем. Өйткені ең бірінші етті қуыратын болсаңыздар, майыңыз қарайып кетеді. Жасыл бұршағымызда 2 минут шамасында қайнап шықты. Енді осы бұршағымызды сүзекінің көмегімен суынан сүзіп аламыз. Ал етімізді қуырғанда үстіне ешқандай су қоспаймыз. Пешіміздің деңгейін орташа деңгейге қойып қуырамыз. Үстіне 2 ас қасық соя тұздығын қосып, тағы да бірнеше рет араластырып, қақпағын жауып, баяу оттап 10 минут шамасында бұқтырамыз. Ұзын жолақтарға туралған сиыр еті өте әдемі әрі жұмсақ болып қуырылып шықты. Енді салаттарымыздың басын біріктіреміз. Оның үстіне жарты келі сәбіз салатын қосамыз. Сәбіз салаты өзімнің парақшамда жасалып көрсетілген, сол рецепт бойынша жасап пайдалансаңыздар болады. Ең соңында 2 ас қасық соя тұздығын, жарты шай қасық қызыл ащы бұрышын және 1 байлам ақ желкен, яғни петрушкамызды қосып, жақсылап араластырамыз. Мен ақ желкенді осылай қолмен үзіп қосқанды жақсы көрем. Сіздер де осылай жасап көріңіздер, дәмі ерекше болып шығады. Татымына қарай тұз себесіздер. Менде сиыр еті тұздалған болғандықтан тұзы жеткілікті болды. Осымен біздің жасыл бұршақ қосылып жасалған салатымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Достар, каналымның дамуына үлкен үлестеріңізді қоса отыруларыңызды сұраймын. Ол үшін каналыма тіркелмеген болсаңыздар, төменде қызыл подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеле кетіңіздер. Одан кейін ұсынылған видеом ұнаған болса, достарыңызбен поделиться батырмасын басып, осы видеомен бөлісе кетулеріңізді де сұраймын. Сіздердің әрбір лүпілдеріңіз бен пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар. Сіздермен болған Нұржамал.